Рәсім жасайтын адам келеді. Бихан сол рәсімде жүреді. Тхапки де рәсімнің шартын орындайды. Друв Тхапкиге қарсы болады. Друв ол адамға жыны келіп тұрады. Рәсім жасайтын адамды ұстап тұрады. Сосын Тхапки рәсімнің табағының жарылатынын біліп, оның үстіне қап, түрлі заттарды қойып тастайды. Ол бөлме жарылады. Друв оның дауысын естіп шошиды. Бихан ол өртке оранып алып барады. Бихан оны көтеріп алып шығады. Оның қолы күйіп қалады. Чутки таңғалып қалады. Друв пен Бихан сөйлесіп тұрады. Варун жуынып жатқан кезде су өшіп қалады. Дивакардың үйінің суы өшіп қалады. Сосын ол адамдарды шақырады. Бихан бөлмесінде теңселіп жүреді. Сосын бөлмеге Тхапки келеді. Чутки мен Батки маңызды дәптерді оқып отырады. Ол дәптердің ішінде Тхапки жайлы жазылған болады. Тхапки жылайды. Тхапки оларға қарап жылап тұрады. Сол кезде барлығы келеді. Әжесі оған ақылын айтады. Әжесі Чутки мен Баткиге ұрысып тастайды. Васундра ханым да ұрысады. Дивакар досының кеңсесіне келеді. Оған Адити жайлы айтады. Васундра ханым Чутки мен Баткиге гаухар жүзік сыйлайды. Олар қуанып кетеді. Тхапки жалғызсырап жылап жүреді. Келесі бөлімде не болып қалатынын көргілеріңіз келсе, осы арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.